Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүйікті асы тәлбинаны жасайтын боламыз. Тәлбина жасау үшін бізге су керек, сүт керек, бал керек және арпа ұны керек. Судан бізге 200-400 мг қажет, сүттен 600 мг және балдан талғамыңыз бойынша қосасыз. Арпа ұны болмағандықтан біз арпа жармасын пайдаландық. Мынандай КМДБ деген белгісі бар. Арпа жармасын 100-150 грамм пайдаланасыз. Әуелі табаға су құямыз да, оны жоғары отта қайнатамыз. Су қайнағаннан кейін арпа жармасын салып араластырамыз. Әбден қоюланғанға дейін былғап отырамыз. Қоюланғаннан кейін сүт құямыз. Сүтті әуелі 300 мг құйып, одан кейін қалғанын біртіндеп қоюланған сайын құйып отыруыңызға болады. Арпа жармасын толық піскенге дейін араластырып былғап отырасыз. Осымен тағамымыз пісті. Енді әрі қарата өзіңіздің қалауыңызға байланысты бал қосасыз. Тәлбина жалпы араб ботқасы. Тәлбина сөзінің ләбән деген айран, яғни сүт деген мағынадан шыққан. Сүтке пісетін ботқа болғандықтан арабтар оны тәлбина деп атап кеткен болатын. Бұл тағам өте пайдалы. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оны сүйіп жейтін болған. Бухари, Муслимнен жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тәлбина аурудың жүрегін тыныштандырады және уайым қайғының жартысын алып кетеді деген. Тәлбина күйзелістің шипасы. Тәлбина сонымен қатар асқазанның, ішек жолдарының дұрысталуына, жүрек қан тамырлар ауруларының алдын алуға, сонымен қоса иммунитеттің жақсы қалыптасуына алып келеді. Барлығыңызға осындай сүйікті астан дәм татып, әрі қарата өз өмірлеріңізде қолдануға кеңес беремін. Иншаллах, бұл туралы кеңірек алға қарата қойылатын ақпараттан біле аласыз.